Саламатсыздар ма? Бүгін біз жасанды интеллект ассистентін қалай жасаймыз дегенді қарастырамыз. Яғни App Store'дан немесе Play Market'тен Virbo деген қосымша тартасыздар. AI Video Generator деп айтылады. Міне, өздеріңізге телефондарыңызға орнатасыздар. Мұнда number first AI talking video дейді, яғни сөйлейтін видеолар құруға болады. Одан басқа түрлі аватарлар, және AI voice, дауыстар, түрлі оқиғаларды қалыптастыруға болады екен. Орнатамыз, ашқан кезде келесі түрдегі интерфейс шығады. Бұл жерде түрлі персонаждарды сөйлетуге, қимылдатуға болады, яғни жасанды интеллектінің көмегімен жұмыс жасайтын қосымша. Create video деген команда басамыз. 3 түрлі аватар жасауға мүмкіндік береді: фото аватар, видео аватар, текстті аватар. Бізге қызығы видео аватар. Ол жерде 100-ге тарта адамдардың модельдері бар, және онға тарта видео жазуы мүмкін. Өз аватарыңызды жасауға да болады. Басамыз. Сонсоң бізге адамдардың модельдерін таңдауға мүмкіндік береді. Яғни түрлі ұлттағы, түрлі дайын адамдар бар. Яғни жаңа аватарға дайындалған модельдер. Соның ішінен өзімізге ұнағанын таңдаймыз. Өзімізге ұнағанын аламыз. Таңдайым деген басамыз. Лондшер Virbo. Простой в использовании, не нужно. Осыны қолданамын деп айтамыз. Ары қарай редактирование режимге өтеміз. Ол жерде Россиян деген тұр, яғни ол жерде бізге тіл таңдауға мүмкіндік береді. Басамын. Түрлі тілдер шығады, яғни ең көп қолданылатын тілдер, әйел адамның сөйлеген дауыстары, ер адамның сөйлеген дауыстары деген сияқты. Осының ішінен қарап отырып, мен female voice, яғни әйелдердің дауыстары, және де осының ішінде ұлттар бойынша, яғни азиялық нәсілдердің дауыстары деген бар. Ішінде 2 қазақ бар, біреуі Дәулет Қазақ деген, екіншісі Айгүл Қазақ деген. Сол Айгүл Қазақ деген дауысты таңдаймын. Wondershare Virbo. Қазақ Айгүл. Дауыс. Енді фон таңдауға болады. Түрлі фондар беріледі. Түрлі түстісі бар ішінде, үйдің ішінде, орманның ішінде деген сияқты. Соның ішінен фон таңдаймын. Popular дейді, яғни ең популярнылары. Осылай таңдаймыз. Сонан соң жасанды интеллектінің ассистенттің айтатын сөздерін жазамыз.